Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Қызылорда облысы Қармақшы ауданы номері 26 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Өндірова Гүлзира Құдайбергенқызы. Оқушылар, бүгінгі күнімізге сәттілік тілей отырып, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ұлтымыздың салт дәстүрін білгенің жөн. Зат есім. Бүгінгі сабақтың мақсаты тапсырмаларды орындау арқылы заттың атын білдіретін сөздер туралы білімдерін бекітеді және тапсырмаларды орындау барысында сөздерге сұрақ қоя білесіңдер. Балалар, өткен сабақта қандай сөз табымен таныстық? Жарайсыңдар балалар. Өмірде қолданатын заттар өте көп кездеседі. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп айтады. Зат есімдерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақ қойылады. Мысал айтатын болсақ, адам, көгершін, жазушылар, құлындар. Оқушылар, енді сендерге тапсырма. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Иесі оның сәби, әрі төсек, әрі үй. Жұмбақтың жауабы не екен оқушылар? Дұрыс айтасыңдар, бесік. Кім иесі, кім сәби, не төсек, не үй. Бұлардың барлығы зат есімдер болып саналады. Осы жұмбақты қатесіз көшіріп жазыңдар. Халқымыздың сан ғасырлық тыныс тіршілігіне байланысты ұлттық тәлім-тәрбиеге тұнған салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары бар. Соның бірі сәбиді бесікке салу дәстүрі. Қазақ халқы бесіксіз үйде береке жоқ деп, өмірге келер сәбиді асыға күткен. Себебі бала өмірдің гүлі, жалғасы. Ал бесік қасиетті, киелі құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы. Бесікке салу рәсімін алтын құрсақта анаға, елге сыйлы апаға, немесе жасы үлкен әжеге тапсыратын болған. Алдымен бесікті аластау ырымы жасалады. Бұл отқа табыну дәуірінен қалған ырым. От пен оның есінен жын шайтан, дерт тербезе қашадымыз деп есептеген. Бесіктің арнайы құрал жабдықтары бар. Алдымен түбек тұсында дөңгелек ойығы бар, жөргектің үстінен төселетін. Арасына құс мамығы салынған жұмсақ төсеніш құс төсекті салады. Басына жұмсақ болсын деп құс жастық салынады. Нәрестенің аяғын қажамас үшін кішкене жастықшалар қойылады. Ол кепіл деп аталады. Онан кейін баланың денесін орайтын жұқа мата жаялығын жаяды. Шүмекті қойдың асықты жілігінен жасаған. Ол айрықша аппақ болу үшін сүтке қайнатылған. Көбіне қазақтар бәле жаладан қорғасын, ұйқысы тыныш болсын деп баланың жастығының астына қамышы салатын болған. Онан кейін бесіктің түбек салынатын тесігінен тәттілер салынып тыштыма жасалады. Тәттіні бесікті жағалай отырған жандарға үлестіріп береді. Сонан соң келін жас сәбиді алып келеді. Сәбиді қолға алған әже әр ісін бісмілламен бастап баланы бесікке салады. Бесікке бөленген баланың ұйқысы тыныш, бойы жылы, тәні таза болады. Жаялықпен аяғын ораған соң тізе баумен, қолдарын қол баумен тартып байлайды. Бұл бауларды кейде тартпа деп те атайды. Баланы бесікке бөліп болған соң міндетті түрде бесік жыры айтылатын болған. Балалар, 16-шы жаттығуға қараймыз. Қандай рәсім деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, бесікке салу рәсімі жайлы айтылған. Жаңа туылған баланы бесікке салу қазақ халқы үшін мәртебелі, қасиетті дәстүр болып есептелінеді. Бұл рәсімді жасау үшін арнайы бесік тойы өткізіледі. Бесік той бала қырқынан шыққан кезде жасалынады. Келген адамдар сыйлықтар алып келеді.
Тойға баланың туған туыстары, нағашылары, ауыл туыстары, көршілері жиналады. Бесікке нәрестені әжелер салады. Оқушылар, келесі тапсырма. Мәтінді көшіріп жаз. Бесік қасиетті мүлік. Жаңа туылған сәбиді бесікке бөлейді. Осы кезде бесік жыры айтылады. Енді сіздерге тапсырма. Бірінші сөйлемдегі зат есімдерді тап. Қанекей балалар, тауып көрейік. Бесік, қасиетті мүлік. Не? Бесік. Не? Мүлік. Бұл жерде бесік, мүлік деген сөздер зат есім болып саналады. Және зат есімдердің астын бір сызықпен сызамыз. Оқушылар, 18-ші жаттығуға қараймыз. Енді сіздердің есте сақтау қабілеттеріңізді тексеру үшін өлең берілген. Бұл өлеңді жаттап алыңдар. Әлдей бөпешім, әлпеш дейін көкешім, тербетейін жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Енді оқушылар, осы өлеңді қай кезде айтады екен? Дұрыс айтасыңдар оқушылар. Сәбиді бесікке ұйықтататын кезде айтылады екен. Келесі тапсырма. Пішіндер арқылы сөзді тауып оқы. Шыққан сөз туралы білетініңді айт. Дұрыс, бесік жыры. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Біз қазақтың ұрпағы түркі,